Мырза Улықбек 1394 жылдың 22 наурызы күні дүниеге келген. Шын есімі Мұхаммед Тарағай болған бұл азаматқа Улықбек аты оған атасы Әмір Темір қойған бүркеншік есім еді. Есте сақтау қабілеті күшті, зейіні өткір Мұхаммед Тарағай араб, парсы, моңғол тілдерін жан-жақты үйренген. Улықбек 15 жасында атасы Әмір Темірдің Самарқандтағы тағына отырған. Самарқандтың рәмізіне айналған Регистан ансамблінің алғашқы ғимараты нақ Мырза Улықбек заманында салынған. Мырза Улықбек Бұхарада салдырған медресенің есік маңдайшаларына араб тілінде білім алу әрбір мұсылман еркек пен әйел үшін парыз болып саналады деген сөздерді қашап жаздырған. Мырза Улықбек 1424-1929 жылдарда обсерватория салдырған. 1445 жылы жазылған Зижи Жадиди Қурағони шығармасы ғұламаны бүкіл әлемге танытты. Бұл шығармада 1018 жұлдыздың ғарыш кеңістігіндегі орындары көрсетілді. Аталмыш каталог ғасырлар бойы теңізшілер үшін географиялық координаттарды анықтауға көмектесетін ең сенімді қайнар көз болып келген. Мырза Улықбектің жыл есебін осы заманғы зерттеулермен салыстыратын болсақ, ол бар жоғы 1 минут 2 секундқа ғана ерекшеленеді. Мырза Улықбек 1449 жылдың 27 қазанында қайтыс болған. Ол Самарқандтағы Әмір Темір мавзолейіне жерленген.